Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі оқулықтарыңыздан 74-75 бетті ашыңыздар. Бүгінгі күннің жадын 8 сәуір сынып жұмысы деп дәптерлеріңізге жазыңыздар. Әдемі, көлбеу қойып жазыңыздар дәптерлеріңізді. 11 жаттығу мәтінді оқы. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сырт торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Алыстан алақанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Не істедік, қайтеді сұрақтарының тиістісін қойып, етістіктерді тап. Балалар, осы мәтіннің ішінен етістіктерді тауып, маған WhatsApp-ма, жеке записпен, аудио записпен жіберіңіздер. Келесі жаттығу 12 жаттығу. Өлеңді оқып, тақырып қой. Өлеңді көшіріп жаз. Етістіктердің астын 2 рет сыз. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада. Көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың. Тұрысбек Еділбаев. Өлеңге тақырып қойып, көшіріп жазамыз және етістіктердің астын 2 рет сызамыз. 13 жаттығу. Түлкі мен ешкі ертегісіндегі негізгі оқиғаларды есіңе түсір. Суреттерді пайдаланып, жоспарды жалғастырып жаз. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады деген осыдан қалыпты. Түлкі мен ешкі. Балалар, ертегіні есімізге түсірген болсақ, олай болса дәптерімізге жоспарын ғана жазамыз. Бірінші жоспар – түлкінің апанға түсіп кетуі. Қалған балалар өздеріңіз дәптерлеріңізге жалғастырып жазыңыздар. Семантикалық картамен жеке жұмыс. Балалар, бірінші бағанда сөздер берілген. Сіздер осы сөздердің зат есімге немесе етістікке тиісті екенін черновикке жазып, маған суретке түсіріп жіберсеңіздер болады. Немесе аудиозаписпен жекеме шығып айтыңыздар. Үйге тапсырма. 14 жаттығу. Сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Сайрады, ұлыды, жарқылдады, үрді, оқыды, ойлайды, жасады, көрді, жинады, гүлдеді. Етістіктерге сұрақ қой, олардың тиісті сұрақтардың тұсына топтастыр. Не істеді, қайтты, не істейді,